Сәлем достар, жылдам оқу сабағының 3-ші бөлігіне қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз жылдам оқуға, кітап оқуға кедергі келтіретін ең негізгі мәселелер туралы сөз қозғаймыз. Және де сіздерге бір өтініш, осы сабақта бастардан алдын кітапты ашып, 1 минут таймерге қойып, оқып көріңізші. Және де қанша сөз оқығаныңызды санаңыз. Себебі мен сенімдімін, дәл осы сабақтан кейін сіздің жылдам оқуды қазірден бастап меңгеріп жатқаныңызға, және де сіз де оған қуанышты боласыз деген ойдамын. Егер де оқып болған болсаңыз, біз өзіміздің кедергілер туралы әңгімемізді бастаймыз. Біздің жылдам оқуымызға ең кедергі нәрсе ол дауыстап оқу, кітапты дауыстап оқу. Негізінде біз дауыстап оқуды мектепте үйрендік, кітаптарды дауыстап оқушы едік, бірақ бізге ешкім айтқан жоқ. Дауыстап оқымау керектігі туралы, көзбен оқуға болатындығы туралы, іштей оқуға болатындығы туралы. Соның нәтижесінде осылай кітапқа деген махаббатымызды жоғалтып алдық бәлкім. Ең алғашқы, жаңа айтып өткенімдей, дауыстап оқу кедергісі. Себебі біз дауыстап оқыған кезде біздің миымыздың қабылдау жылдамдығы және де біздің оқу жылдамдығымыз екеуі екі түрлі болғандықтан біздің миымыз одан жалыға бастайды. Және де біздің миымыздың негізі қауқарына біз есептеп қарайтын болсақ, оның соңына бара алмаушы едік. Сіздің миыңыздың күшіне ешқандай күмән келтірмеңіз. Біздің миымыз супер. Дәл қазіргі таңдағы неше түрлі роботтар болсын, неше түрлі сондай бір компьютерлер болсын, оның барлығынан біздің миымыздың қауқары күштірек. Екіншісі, жалпы сіз дауыстап оқымай іштей оқып жатырсыз. Іштей оқыған кезде көзіңізбен оқыңыз. Көзіңізбен тексті, тексті көзіңізбен жүгіртіп шығыңыз. Осылайынан жүгіртіп шықсаңыз, сіз ол кезде жылдам өзіңіздің жылдам оқып бастағаныңызды түсінесіз. Сізге бір мысал келтірейін. Сізге біреу 10 000 теңге көрсетсе, сіз 10 000 теңге деп оқып тұрмайсыз, әрбір сандарына қарап, сіз бірден қарайсыз, 10 000 теңге екендігі туралы айтасыз. Дәл сол секілді кітапты оқыған кезде де көзіңізді дәл солай жүгіртіңіз. Ал егер сіздің көзіңіз әр жаққа жалтақтап кете беретін болатын болса, өзіңіздің саусағыңызбен сол сөздердің астынан жүгіртіп отырыңыз, болмаса қалам арқылы. Және де осы көп адамдарда мынандай мәселе туындайды. Жылдам оқыған кезде мен түсінбей қалмаймын ба деген секілді сұрақтар. Жоқ, түсінбей қалмайсыз. Негізінде сіздің кітапты оқып жатқан кезде сіздің тіліңіз оқымайды, немесе көзіңіз оқымайды. Сіздің бұл кітапты оқып жатқан миыңыз, шынымен айтамын, барлығы не болып жатса да іштей пазл құрастырып алады. Қай жерде не айтылып жатыр, қай жерде не оқылып жатыр. Бар жоғы миыңызға салыңыз, миыңызға сеніңіз, болды. Сіз жылдам оқи аласыз. Мысалы, тағы да бір нәрсені айта кетейін. Біз көзімізбен және де миымыздың арасындағы ең үлкен жүйке жүйесі бар екен біздің денемізде. Бұл деген не? Яғни біз көзіміз арқылы 85% ақпаратты миымызға жібереміз. Тіліміз емес, басқа сезім мүшелеріміз арқылы емес, көзіміз арқылы. Сондықтан да көзбен оқыңыз деп отырғаным осы. Іштей оқу деп айтып өттім, және де алдыңғы бір адамдар түсінбей қалуы мүмкін. Іштей оқу деген қалай, дауыс шығармай оқу ма деген секілді. Жоқ, негізінде ол олай емес. Іштей оқу дегеніміз ол сіздің тіліңізде қозғалмау керек. Негізі сіздің кітап оқып жатқан кездегі процеске түсетін ол сіздің көзіңіз және миыңыз. Олар ең негізгілер. Тіліңізді мүлдем қозғалтпаңыз, іштей сыбырлап та отырмаңыз, жарай ма? Келесі, және біз мына жерге сізге бір фото көрсетемін. Бұл жерде, яғни қалай дұрыс оқиды. Мысалы, егер сіз көзіңіз жан-жаққа қайтып кете беретін болатын болса, сіз әрбір сөздің арасында жарты секундтан кетіп отырады. Бір сөзде бір қателеспесем 7-8 сөз бар деп алайық. Сол әрқайсының арасында аттап отыратын кезде біз қателеспесек 6 секунд өткіземіз. Ал егер біз қайтадан артқа қайтатын болсақ, қанша сөз бар, содан 2 есе көп уақыт өткізуіміз мүмкін. Дәл осы нәрсені баса назарда сақтаңыз. Регрессия деген ұғым бар. Регрессия деген ұғым бұл адамдарды кітап оқып жатқан кезде мен ұмытып қалдым деген секілді ой. Мысалы, сіз бір кітапты оқып келе жатасыз, Абай Құнанбаев туралы, мысалы, кітап Абай жолы романын оқып келе жатасыз да. Ол жерден Абай бір қаладан шығып келе жатты. Аздаған уақыттан кейін әкесімен амандасып жатыр. Арасында не болды деген сұрақтар болуы мүмкін. Бірақ бұл арада сіз ұмытып қалдым ба деп қайтадан артқа қайтсаңыз, ол кезде сіздің жылдам оқуыңызға өте кедергі келтіреді. Ол сіздің уақытыңызды ұрлайды деп айта аламын. Ол кезде тоқтамаңыз, ары қарай жалғастырыңыз. Себебі сіздің миыңыз негізгі болып жатқан контекстті, мәтінді, түйінді өзі ғана түсініп алады. Артқа қайтудың ешқандай керегі жоқ.
Және де төртінші кедергі бұл салғырттық. Біз кітап оқып отырған кезімізде көптеген нәрсені өзіміздің жанымызға жинап қоямыз. Мысалы, ол телефон болуы мүмкін. Телефонды біз бетімен қойған кезде ол біздің назарымыздың 70% ұрлайды. Ал оны теріс қаратып қоятын болсақ, ол 30%. Біздің назарымызды барынша ауламау үшін өзімізден аулаққа қойғанымыз дұрысырақ болады. Және де тағы да мынандай да жағдайлар болып жатады. Аяғым жаурап кетті, туалетке барып алайын, кофе ішкім келеді, кофемен күшті өтеді деген секілді. Барлығын дайындап алыңыз. Немесе ол кітаптың арасынан бөле беретін болсаңыз, ол кезде бұл кітаптың шынымен де мәні де қалмайды. Не болып жатқан сізге де қызықсыз болып кетеді. Сондықтан да салғырттықтан сақтаныңыз. Ең алдымен толықтай дайындалып алыңыз да алаңсыз оқыңыз. Жапондардың мынандай мақалы бар. Ыдыс аяқ жуып жатқан болсаң, тек ыдыс аяқ жуу туралы ойла дейді. Басқа ештеңе туралы ойланбаңыз. Қорытындылай келе, біздің негізгі төрт түрлі кедергіні тағы да бір айта кетейік. Оның ең алғашқысы дауыстап оқу, екіншісі іштей оқу, яғни көзбен оқыңыз, іштей шырламаңыз. Үшіншісі ол регрессия, ұмытып қалдым деген ойдан аулақ болыңыз. Төртіншісі бұл салғырттық. Салғырттықтан да байқаңыз. Ол да сіздің жылдам оқуыңызға өте бір үлкен зиянын тигізеді. Және де сіздер кітапты оқып жатқан кезде көздеріңіз әр жаққа кетіп қала беретін болса, жоғарыда айтып өткенімдей қаламды немесе өзіңіздің саусағыңызды пайдаланып оқыңыз. Бүгінгі сабақ тақырыбы осы. Біз сіздерге тапсырмаларды төменге сілтемеде жүктейтін боламыз. Күнделікті жаттығу жасаңыз, ешқашан тоқтамаңыз, бірге жетістікке жетеміз. Келесі кездескенше сау болыңыз.